Армысыздар, құрметті Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының оқырмандары. Бүгін жүректен қоздай қайдарының кезекті тікелей эфирдегі шығарылымы рухани уыз атты онлайн сұхбатымыздың қонағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің аға оқытушысы, әдебиетші, ғалым, филология ғылымдарының кандидаты Қосай Сұлтанұлы Алтынбеков ағамыз бізде қонақта. Қош келдіңіз, Қосай аға. Алтынбеков Қосай Сұлтанұлы Созақ өңірінің тумасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінің қазақ тілі мен әдебиеті филолог мамандығы бойынша білім алған. 2010 жылы көне түркі әдебиеті мен фольклордың ара қатынасы Афон ескерткіштері бойынша кандидаттық диссертация қорғаған. Бүгінде Оңтүстік мемлекеттік педагогикалық университеті филология факультеті қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы қызметінде. Енді Қосай аға, сіздің мынау киелі Созақ өңірінің перзенті екеніңізді білеміз. Әрине, Созақ десе, оның құнарлы топырағынан қаншама талантты тұлғалар шыққанын білеміз. Әсіресе мынау классик жазушымыз Қараой, Кесім, Саржайлау, мықты көк қаршыға классикалық дүниелерді алып деген Тікен Әлімқұлов деген жамбыл жазушымыз шыққан. Одан беріден Созаққа барсаң күйшімін деме деген мақал ел аузынан таралып кеткен. Яғни Созақтың бір кереметі өзіміз кезінде барған кезімізде де куәсі болды. Мынау күйдің ойналып тұратындығы. Әсіресе мынау халық көп жиналатын жерлерде шертпе күйдің күмбірі ойналып тұрады екен. Міне сондай шертпе күйдің шебері Төлеген Момбеков деген мықты күйші тұлғамыз шыққан жер. Оның Салтаны, Қосбасар деген керемет те күйлері барын жақсы білеміз. Және де талантты режиссер, кинорежиссері Сатыбалды Нарымбетовтың дүниеге келген жері. Міне сол сондай тұлғалар шыққан жерден міне бүгін бізге сондай киелі топырақтың перзенті Қосай ағамыз келіп отыр. Ең алдымен Қосай аға, әдебиетші ғалым ретінде сізден сұрағымыз осы рухани уыз деп бүгінгі тақырыпты қойып отырмыз. Мынау сұхбатымыздың сол жаңағы рухани уыз бойынша кішкене ой сараптамасын жүргізсеңіз. Сіз өзіңіз қалай қабылдайсыз рухани уыз? Не осы бойынша кішкене пікір білдіре кетсеңіз. Рухани уыз деген қалыптасқанымыз тіркес бар әдемі осындай сөз. Уыз дегеннің енді қасиетті аналық сөз. Енді рухани уыз дегеніміз ойымша осы жалпы адамның қалыптасуында оның мәні үлкен. Қазақта мынандай ұғым бар, уызына жару деген. Уызына жару деген сөз бар. Бұның енді мағынасы терең әрине. Уызына жараған деп айтып жатады. Жан-жақты рухани толық сондай адамдарды. Бұл не енді? Уыз дегеннің өзі, анасы дегеннің өзі жалпы баланың өсуінде, оның болашақта қалыптасуында қызмет етуі ғой. Тіпті ол енді баланың физиологиялық жағында, жан дүниесінің қалыптасуында да осы руханизм уыздың алатын орны үлкен. Жалпы баланың қандай болмауы бала кезіндегі тәрбиесіне тікелей байланысты.
біздің халқымыз осы баланы келешекте жақсы азамат болып өсуіне сол бала дүниеге келмей тұрақ мән береді екен. Анасын сол баланы көтерген кезден-ақ сол баланың анасының жағдайын жасау, тамаққа беру, әртүрлі жаңа оқыс оқиғалардан қашып қалу, бейімдеу, осындай барлығы сол кішкене жатқан апақтың қанымы жодан тәжірибесінен тұрған жағдайлар. Баланың рухани өз дегеніміз енді балаға рухани жағынан, яғни жан дүниесін қалыптастыруға байланысты айтылады деген. Баланың жан дүниесінің сондай жақсы болуы, сол бала әлі естірмей-ақ мүгіне келгеннен бастап хауысуын алар қадармын ғой. Ол енді ескі жылдарынан басталатын мысалы. Одан кейін баланың жаңағы жұбату, алдарқату, өлеңдері, осының барлығы да сол баланың жан дүниесін жайландыру мақсатында тұрады. Одан есінде бастаған кезде сол баланың жетуіне әртүрлі әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер, өлең жырлар, өнер арналады. Ол жалпы халықтық дәстүрдің, әдет-ғұрып, салт-дәстүрлердің, халықтық ауыз әдебиеттердің, фольклордың, баланың рухани жан дүниесін қалыптастыруы мүмкін. Баланың әрбір сол жаңағы бесікке салғаннан бастап, оның алғашқы қадам басқанына, жаңағы тәй-тәй жүргені, сол есігі, алғашқы атқа мінгені деген сияқты осының бәрін де атап өтіп, соның баланың есінде қалатындай жағдай жасап отырмын ғой. Баланың жаңағы қалыптастыруға, жан дүниесін қалыптастыруға. Тәрбиелігімен қатар кез келген жырларда балаларға арналған фольклорларын қарасақ, тәрбиелігімен қатар таным жағы қатар алып отырады. Мысалы үшін осы кішкентай кезімізде естіміз, әжелеріміз жаңағы аталарымыз балалардың алдына алып отырып, сал деп айтады, жоғарырақ қарасақ. Соның өзінде де жаңағы бала соның мәнін түсінбеді десе де құлақ алдына сіңіру мақсатында айтып отырады екен. Мысалы үшін жаңағы мынандай нелер еді, кезінде әжемнің айтып отыратын, мысалы үшін жаңағы ла илаха илалла, илаллада пайда бар, илаллада пайда бар, білмеген болған әйне бар деп жаңағы осындай әуелменен жаңағы қолына қозғап отырып айтады. Сөйтіп осылардың арқылы жаңағы баланың соның мәнін терең бармаса да сол балады жатталып қалу ғой. Сол бойына рухани танымдық нәрселерді жас кезден сіңіру керек. Баланы ойнатып отырып, мысалы үшін жаңағы саусақ ойындарын ойнатады. Жаңағы басқарма, қоланы илеу, ортан керек деп осы саусақтарын айтып отырып, содан кейін әлгі сен бір жылқыңа бар, сен бір қойың түйеңе бар, сен бір қозыңа бар, ең кішкентай шағаққа сен үйде ол ана жерде құрт бар, мына жерде май бар, сыртта су күлкі бар, мына жерде сыртта су күлкі бар, мына жерде күлкі бар, қосылған тұққа жүр. Сонда баланың бір жағынан көңілін жадырап отырып, жаңағы көптеген нәрсені әлі танып білмесе де құлағына сіңіріп отыр. Осындай
қазақ фольклорында ауыз әдебиетінде әдет болып жатырған халықтық тәрбие. Осы халықтық тәрбие балаларға арналған әдет болып салт дәстүр фольклор рухани жақсы қосайға жалпы сіздің ұққаныңыз айтқаныңыздан, яғни біздің рухани уысымызға жарып өскен бала ол болашағы мықты болады дейсіз ғой. Ол оның негізі отбасы құндылықтары дейміз ғой. Негізі отбасында ата әже тәрбиесінің аясында басталады деп тұрсыз ғой. Жақсы қосайға келесі сұрағымыз, сізді білеміз, ең кезінде кеңестік кезеңде ең беделді университет болған Қазақ мемлекеттік Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетін аяқтаған екенсіз. Міне сонда сіз мақтанышпен де айтуыңызға да болатын шығар. Мықты ғалымдар, әдебиеттанушы Зейнолла Қабдолов, академик ғалым, керемет ежелгі әдебиет дәуірінен кітаптар, еңбектері шыққан Алма Құраубаева апамыз, міне осылардан, осындай жақсы ұстаздардан сабақ алдыңыз. Ендеше осы жүрегіңізде осы уақытқа дейін ұялаған, осы кісілерден бата алғандар шығарсыз, әдебиет жолында жүрсіз ғой, сөз өнері жолында. Мен солардың кішкене естелік, қызықты бір естеліктерін айтып отырсаңыз, біздің оқырмандарымыз мүмкін университет қабырғасында оқып жатқан филология саласында әдебиет сүйер жастарымыз көріп отқан болар, тікелей эфирде не олар да біле жүрсін. Осы бойынша кішкене айтып өтсеңіз. Қазақ университетінде бізде Кировтың білім алғанымыз өте біз үшін естелік білдіреді. Атақты ұстаздардың жоғары оқып жазған ғалымдардың дәрістерін тыңдадық. Бізге енді бұл кісілердің сабақтарының әрбір сабағының өзі ғибратқа толы ғой. Бұлай әңгімелесіп бұл кісілердің атқан сөздеріне отырады. Мен топ басшы болдым, оқу тобының басшысы. Одан кейін сол оқуға түскенімде әскерге барып, ауылда шаруашылық администрацияда жұмыс істеп, біраз жылдан кейін барып келе болатын сондықтан сол оқытушылар ересекті ескеріп, сол жақын тартып солай сөйлеседі. Зейнолла Қабдолов, Рахманқұлбек былай, Алма Құраубаева, Шәкір былай, Тұрсынбек Әкішев, Ғали Нұрайттайтын сияқты Сахар Омарғалиев ағайымыз керемет ұстаздар. Бұл кісілер бізге тек қана білім беріп қана алған жоқ. Сол бізге көп тәлімдік өздерінің қуатты ойларын енді қызық жайт дегенде мынаны айтқым келеді. Бұл ұстаздарымыз сол білімін беріп қоймай, сол алдында отырған студенттердің болашақ маман ретінде, азамат ретінде қалыптасуына үлкен әсер етті. Солардың әрқайсысына өзі назарын аударып, солай кәдімгі жай ғана алдында тұрған бала емес, келешектегі маман азамат ретінде болса да қарым-қатынас
ғылымға бейімдеуге келешегіне бейімдеуге ықыласты болды. Бұл енді жалпы қазақ әдебиет кафедрасы кезінде Бейсенбай Кенжебаев сол кафедрада меңгеруші болып жүргенде профессор сол жаңа біз айтып отырған ғалымдар сол кісіні тәлім болып көрген екен. Ғылымға бейімдеу, ол шамамен белгілеген сияқты қатыназдар аударған ғой. Мысалы үшін Бейсенбай Кенжебаев сонда қазақ әдебиетінің тарихын қай кезден бастаймыз деп жүрген кездің өзінде сонда дәуірлеу мәселесінде дәуірлеу мәселесінде сонда жаңағы қазақ әдебиетінде қалыптасқан сол кезде тұжырым бар қор жолдан басталады деген қаржы сияқты әдебиет осындай. Сонда жаңағы Бейсенбай Кенжебаев басқа ғалымдарды қолдап анда өзінің шәкірттерін мысалы үшін жаңағы Мырзатай Жолдасбеков, Мұхтар Мағауин, Қарабаев, Сүйіс Шәкеев, Келімбек сияқты өзінің шәкірттерін ғылым жолына салды. Сөйтіп ежелгі дәуірде қазақ әдебиетінің тарихын жалпы ежелгі дәуірлерден бастау керек деген мәселені көтеріп сол ежелгі дәуірдің әрбір кезеңдерін дәуірлерін зерттеп ғылыми айналымға түсіп мысалы сондай талантты жастарды ғылымға бейім жастарды Кенжебаев Кенжебаевтан басталды. Осы дәстүр біздің кезімізде де болды, бізден бұрын болды да. Мысалы үшін Тұрсынбек ағайымыз, Зейнолла ағайлар сол жаңағы ғылымға бейімдігі бар жастарды бейімдеп ғылыммен айналысуға келіп отырады. Енді өзім қатысты бір нәрсе айта кетсем, осы 22-ші курста жүргенде бір студенттердің ғылыми конференциясы болады, дәстүрлі сонда жаңағы баяннан жасайды, ғылыми баяннан жасаймыз. Махамбеттің поэзиясы туралы баяннан жасады. Ол үйге жаңағы айтқан ұстаздарымыздың бәрі отырады, сонда жаңағы тыңдап енді ғалым баяннан жасады, үлкен назарына баяннан жасап болғаннан кейін және ол сұрақ қойды. Мен Махамбеттің өлеңдерінен мысалға жетіп жатырмын жаңағы тоғыз әлгі терлі тебінгі терге шірмей терлігім майда ермей мұз үстіне от жақпау ерлердің деп жауырыннан мұз қаппайды. Осы жауырыннан мұз қатып келген ғой адам жауырыннан мұз қатады деп Зейнолла сөйтіп содан кейін жауырыннан мұз қатып жорық үстіндегі жауынгердің ат үстіндегі ұзақ жүрісі ол жаңағы мусана ол қарауына қадап алу аттың үстінде ұзақ жүреді. Солай деп қояды. Содан кейін сол үшін мен содан кейін ай сен күніне айналысу керек, тартып айналысу керек деп. Содан кейін осы мынау шығыс әдебиеттің мынау осы қазақтың жақындығын білесіз ба? Қазақ әдебиетінің жақындығын қаламын шамалып бар ғой. Шамалып болмаса соны театр білуге, зерттеп көруге қалайсың деп екінші курстағы. Сөйтіп конференцияларға баяннама жасап, соның дипломын менің дипломын төртінші курста дайын болмайды өзі арасында. Қазақ әдебиетінің қарасам сол жаңағы ұстаздарымыз несі ғой осы үшінші курста жүргенде Тұрсынбек ағай шақырып
Ертіп болып жауызда кәдімгі жақындап келіп жібереді. Өзі осы сен үстінде оқып жүріп жұмыс істеуге мүмкіншілігің бар ма іздеп өйткені енді сабаққа айналу керек. Көрейін дедім. Сол кезден сөйтіп мынау сәлкін халық музейінде осы менің қолбек сол кезде жаңағы өзіміздің қызметкер екен сол жерде сөйтіп бұл кісі 8 жаста ма сондай ауысып соның орнына енді қайрат райып деген Қайрат Рай. сол жаңағы кіші қызметкер екен. Ол енді сол құлыйдың орнына алып сол жаңағы қайраттың орнына жаңағы нені жүре берді. Сол біраз істедім, біраз. Содан кейін сол енді сол студенттер жан-жақтан мектепте де істейді. Соң бір жағдайлар болып қалыпты дағы студенттердің ондай жұмыс істеуге тоқтатылар деген жаңағы директор тарапынан сондай болып келді. Мен қайтадан қайтып отырмын. Айтайын деген жаңағы ғылымға бейімдеу, қоғамдағы осындай жұмыстарға бейімдеу жағынан белгілі ғалым Алмақ Рабаева мен сол 5 жылға тәлімгер болды, куратор болды. Ол үшін тәрбиесін көрсетті. Мен бітіргеннен кейін осында ғалымның оңтүстік қазақстан облысы Шымкент педагогикалық университеті болғанда осыған министрліктің жолдамасымен келдім. Осыны жұмыста жүрдім дағы енді ғылыммен айналысуға сол кезде мүмкіншілік болмады шын айтқанда. Өйткені кафедрада барлық үлкен кісілер болады. 40-тың үстінде, 50-тің үстінде бар сондай кісілер. Ал кафедраның жұмысы деген көп. Топ тәлімгерлігім бар. Одан кейін қоғамның жұмысы бар. Қабыл визиттерін шығару, жатақханаға жауапты қойды. Осындай сөйтіп содан кейін Қазақ университетіне бардым. Зейноллаға бардым, кафедраға бардым. Біраз уақыт өтті. Содан кейін оларға қолына жетті академияға бардық. Ол кісі жаңағы мақтағанда біреуді мақтаса кездіріп мақтайды. Оның жерде әдебиет бөлімі бар. Ол жерде әдебиетіміздегі ақтаңдақ зерттеуді қолға алынып ақталып жатқан елдер мен өзім Қадыр Мырзаевтың поэзиясын соны зерттеуді ойланып бармын. Соны кафедрада болса сен оны зерттеу дейсің, мынау екі адам болсын, тақырып болсын, бекілдің осылар айналысып жатыр. Деп содан кейін онда ол академиясында әдебиет кафедрада сол жерде айтты, мен басты мақтап жатыр өзімнің дипломымды шәкіртімізді жақсы оқығанды ол кісіге естіп мақтап жатыр. Соны бір кезде айтты, мынау жаңағы ақын жазушылардың шығармаларын зерттеу керек. Кәдімгі соны тақап, мына тақап, біраз тақап тауып, ол алып қойған, ол алып қойған. Сонымен Жүсіп прозасы. Мен поэзияны зерттеуге өзім ойланып тұрған, проза ойланып қалдым. Сонша мына кісі келген, яғысың осы тақырыптан жетекші зерттеді. Никерия Атом деген кісі. Никерия Атом. Мен ойланып қалып едім, сен бұл кісіні толық тақсып өтсін ме, бұл үлкен ғалым деп сөйледі. Жоқ, мен бұл кісінің ғалымдығын ойланып қалған едім. Деп соны кесіп. Ол кісі сол кезде денсаулығы болмай жүрген екен. Сонымен тақырыпты бердік дағы, ол кісі содан ауырып жатты, одан екілі жатты. Ол кісіні қайтып осылай жұмыс істеуге денсаулығына ол кісі қайтыс болды.
Sodan keyin endi bizim taqdirga alganımız жетекшini alганымызды сөйтүргөндө алмакбай ошол доктурлугун коргоду. Жетекши ол кишини biraz da tağ vakit Türkistan'ın Zulüm Genesi olduğunu bizde Kazaklar Üniversitesi'nin filial olduğunu hissettiler. Ondan keyin isteyen var, barımız varsa sözde şahırda Türkistan gibi soğuksuz olup bu sözü yaparken sabah verdim. Bizim hemiyetlerinde Navulmak Elimiyası'nın editörü Üniversitesi'nin kolcazlıkları oldu. Bölümden aşıp sonra arıp. Sonra ben sonra kalısı değil olmuş. Sonra bir olsun kavrası değil. Sonra da oraya kaydan sonrası koruma aşağısı değil. Onu değil. Böyle bir Alman'da bir şey var. Olmaz mı? Sonra sizin olur. Hep sorunsuz ya, жетекші жазады. Енді айтайын деген ұстаздардың жаңағы мен өзім қатысып байланысты болған бұл тек қана маған емес. Яғни осындай әрбір шәкірттеріне сол ұстаздарымыз осындай өздерінің жаңағы ықыласты болады. Енді сол орман келіптен жаңағы ойын енді мынау өзіңіз сондай кереметтей мектептен өткен екенсіз ұстаздар, ұстаз шәкірт ол дейді ғой, мықты ұстаздардың мектебінен өткен екенсіз. Енді талай жылдардан бері өзіңіз де сол кісілердің жолын жалғап ұстаздық қызметте келе жатырсыз. Енді өзіңіз мынау қазіргі жастармен жұмыс істейсіз ғой, бір жақсы жері, үнемі жастар ортасында жүресіздер. Осындай сіздің өзіңіз сабақ беріп жатқан өзіңіздің сүйікті шәкірттеріңіз бар ма? Жақсы қазіргі осы арқылы қазіргі жастар қандай біздің жалпы жастардың бет алысы дейміз, қоғамдағы орны дейміз,
кішкене пікір айтса кетеміз. Жалпы негізі мынау қоғамның өзі қоғамда көптеген мәселелерді іске асыратында жаңа идеялардың тууына негіз болатын жастар. Сондықтан мынау студенттеріміз алдында тек қана жаңағы білім алушы ғана деп қарамаймыз. Осылар ертеңгі маман, ертеңгі еліміздің былайша айтқанда тұтқалары, қоғам тәрбиелеуші, жастар тәрбиелеуші деп солай қарайды. Біздің тек қана бізді бұл негізінде педагогикалық университет қой енді, педагогика. Негізінде мұғалімдерді даярлаймыз. Сондықтан осы уақытта жұмыс істейміз ғой. Студенттер дегеніміз жастар қай кезде болғанда да жаңа айтқандай жастар көп нәрсе ақыл жастан дейді ғой. Көп нәрсені жастардан күтеміз. Қазіргі жастардың ойында кемшіліктер болатын болса, ол енді біздің қоғамның, біздің берген тәрбиеміздің кемшілігі болады. Олардың ойында оның кемшілік болса, содан болады. Қазіргі уақытта 90-шы жылғы, 2000-шы жылғы жастар ғой. Ол кезде қоғамдағы кезеңін дейсіз ғой. Тәуелсіздік кезеңі перзенттер дейсіз ғой. Тәуелсіздік кезеңі болған. Ол кездегі қоғамдағы жағдайларды білеміз. Мысалы, 90-шы жылдарда қандай болғанын, халықтың тұрмысы қандай болды, білім беру жүйесінде, мектептерде, тағы басқа жоғарғы оқу орындарының білім беру қалай болғандығы көпшілікке белгілі мысалы. Ол кездерде өткен кемшіліктер қазіргі жастарға қалыптасуына әсер болды ғой. Жастардың ішінде жастар, студенттер, әр адам әрқайсысы әртүрлі тұлға. Соның барлығына бірдей қараймыз. Әркім өзінің балаңда кетеді. Ал енді барлығына білімді бірдей бересің, олардың қабылдауы әртүрлі. Әрқайсының бейімдеген ғылымға бейімдейсің. Қоғамның жұмыстарға олай бейімдеп. Бітіргеннен кейін сол студенттер саған қол үзбей хабарласуға жатады. Білім саласында басшылық қызметте жүргендер де бар. Ғылым саласында жүргендер де хабарласып тұрамыз, сұрап тұрады. Кейде олай ағай, мынандай істе қалай болады деп сәлеміз деген. Жалпы қазақтың жастары талантты жастар көп қой. Әлемдегі олимпиадаларда орын алып жатыр. Сенеміз ғой, сеніп айтамыз. Жақсы, Қысай аға, ол шынымен де бітіріп кеткеннен кейін университет хабарласып жатса, ол әрине сіздің ұстаздық еңбегіңіздің нәтижесі ақталғаны дейміз ғой. Енді мынау бір ел, бір кітап республикалық акциясы деген бар, Қысай аға, хабарыңыз бар одан. Бұл керемет. Чикагодан басталған біраз жылдар болды осы қазақ еліне де сол үрдіс болып қалыптасып келе жатқаны. Міне биыл біздің кереметтей талантты жазушы Төлен Әбдіктің шығармалары осы оқуға еніп отыр. Бір ел бір кітап акциясына. Енді осы жалпы Төлен Әбдік өзі қазақ прозасында философиялық бағытты өте тереңдете дамытқан талантты жазушы екенінен хабарымыз бар. Осы Төлен Әбдік бойынша кішкене шығармалар жалпы несімен болмайды, қандай ерекшеліктері бар, жастар қауымына кішкене әңгіме айта отырсаңыз. Төлен Әбдіктің шығармашылығымен сол 70-ші жылдары оң қол әңгімесімен таныстық. Осы ерекше әсер еткен шығармасы.
Koyunda енді қарасам жалпы биыл емес сол кездерде қазақ оқырмандарына ертең айтылып әртүрлі сындар айтылған шығарма болды ғой. Қараса қызықты бір оқиға емес. Сондай аяғышқа аяқталатын есіне бекітетіндей сондай көрікті сұлу сондай періштедей көрікті қыз алғанын жалпы төлінің өзі айтады ғой, менің шығармаларым екі бағытта жазылған, реалистік және философиялық. Реалистік шығармалары әңгімелер, жалпы бұл кісі өзі өте көп жазылған кісі емес, шығармалары көп емес. Аздаған шығармалардың өзі өте айтатын ойын тереңдігіменен, оқырмандарына ой салуменен ерекшеленеді. Әңгімелер шағынан сол шағын әңгімелердің өзімен қоғамдағы адамзат қоғамдағы үлкен мәселелерді көтеріп тұрады. Мысалы үшін жаңағы қыз бәтішпен ерсейіт әңгімесі, қонақтар әңгімесі, осы қайырсыз жұмас бар. Осы қазір біздің өмірдегі жағдай. Мысалы қызбатышпен неге ерсейітті алып баратынымызды қожабай деген қарттың жаңағымыздың болады. Университетті бітіріп келген аздаған уақыттың ішінде жаңа ауданда іскерлігімен аудандағы жастар көтеріліп болып жатады. Сөйтіп табан астынан ауырып көп ұзамай елге қайтып кетеді. Бұл енді жалғыз баласы ел мақтаған осындай болған қайғысы әкесіне өте ауыр тиеді. Сонда жаңағы қожабай өте қатты қайғырып сөйтіп баласына жаңағы там тұрғызып оған жаңағы бір оқыған жолдасы келіп сонда ең болмаса ұрпақ қалмайтын болды ғой дейді. Ұрпақ қалмайтын болды, шаңырақта да егілетін адам болмады дегенде сонда жаңағы жолдасы баласы арқылы есіне түсіп сол айтады ғой, енді болаттан қалған бала бар деп естідім дегенде шығарманың жаңағы бір үміті ойлағаны солай болады ғой. Алматыда сол бізбен бірге оқып неде қалған жоғарғы оқудан сабақ беретін бір курстасымыз бар. Сонымен хабарласайын деп берем, хабарласам деп жаңағы кейін не алға қой соған адресін жазып берді. Соны іздеп барады ғой, сонда жаңағы ауылдың өзін жаңағы тышқанбай деген күтіп алады, ауылдың баласы. Соны жаңағы университеттегі баласының болатын курстасын талап алды. Сол курстасы қандай бұны жаңағы бір жолықтырып алып барады. Сөйтсе ресторанда жаңағы неде әшейін сіздің оның жоқ дейді, бала оқымады деп ойлайды. Және бір келіншек екен. Мен өзім балам болды, бірақ біздің жағдайымыз өте нашар болды. Жағдайымыз болғандықтан өзіме де соқпек, балама да соқпек бала қайтып кеткен. Шалдың енді түзді деген болады. Енді қайтам ба деп отырғанда жаңағы тағы бір жерге не алып барып сөйтті жаңағы әлгі билейтін дискотека өтетін сондай жер. Сонда жаңағы аласырып күлдеріп жүрді. Сонда жаңағы бидің музыкасы. Бұны қарияма отырғызып содан жаңағы бір ерекше билеп жүрген жаңағы бір қызды бияқта бізді қасым шақырып алып келеді ғой. Өте көп жаңағы қария өте таңғалады. Бір жаңағы қыз ішіп алған
Sonda жаңағы келіп мынау Болаттың әкесі осындай бала болса, бала қамы соны баласы деді. Сонда жаңағы ол қыз дөрекі сөйлейді. Сондай қыз менің кезінде жағдайды ойлаған жоқ, енді бала керек болды ма? Деп сондай жағдайда бірде ана мен етіне келеді ғой, келген бетте жаңағы бірден жаңағы баласының басына қарап сөйтті, жаңағы басынан ескерткіш таққан орнатып суретін салып қойдым деп. Сонда балама бұл не болды? Неге болды бұлай болды? Ұрпақты сен мұндай жағдайға кеттің. Неден жаздың бұны? Неден болды? Сонда қарап тұрсаң енді бала өте білімді, алғыр болды. Бірақ оның жан дүниесінде сүйіспеншілікке деген аналық тұрақсыз болды. Анам мысалы баламен өзім мысалы алған қызметтестерді сондай тұрақсыз. Олардың жағдайына қарамай, артында менің балам бар еді, яғни біреулердің тағдырымен солай ойнады. Сонда трагедия шықты. Сонда енді кімнің қасында соның жаңағы қыз пәшпен ерсейттің екі жаңағы моласы қатар. Ал солар мысалы үшін ерсейт қайтыс болғаннан кейін қыз пәтіш жаңағы өзі қоймаса, соның екі тұрғынан кейін халық ақылдасып баралар кейін екеуі қатты жерге өзінің махаббатқа қалдық. Екеуі қатар қалып тұр ғой. Мынау қызыл махаббатқа атысқа барғандықтан атысқа барғандықтан осыны жалғастырып рәзіл шығармаларында жаңағы қонақтарында баласының орысша оқыған қызға үйленген, баласы орысша білмейді, өзі ауылдың тұрмысымен, қайда халқымен өзі де қол үзіп қойған. Баяғы шыңғыс айтады, боран бекетіндегі айрылған сияқты дүниедегі жаңағы алып қолының бәрін біледі, бірақ баяғы рухани қазір оқыз оқытқан нәрсе болды, осыған мәселелер көтеріледі ғой. Жалпы төлемдік шығармалардың бірталайсында тапқаны осындай өте орын өйткені оның шығармаларында негізінде қоғамдағы жалпы адамзат қоғамындағы санасында осына көтеріліп мәселе адамгершілік мәселелері көтеріледі ғой. Жауыздық пен әділдік нәрселер осы жалпы адамзаттың қоғамның келешегінде осының орнығанда деген мәселелер әлемнің ауқымында көтеріліп жатыр ғой. Иә, жақсы. Құсайға жаңа сіз қыз пәтіштен ерсейітті жақсы айтып кеттіңіз ғой. Сол бойынша ұмытпасам режиссер Серік Жармұхамедов, ұмытпасам Өтелмеген парыз деген кинофильм көрдіңіз ба? Сол Төлен Әбдіктің жаңа қыз пәтішпен ерсейіт әңгімесінің желісінде түсірілген. Сол Өтелмеген парыз деген 83-ші жылдар біздің бала кезімізде біздің ауылда түсірілген болатын. Біз сол киноның басынан аяғына дейін түсірілімнің басында жүргенбіз. Баламыз қызық, бізге ойнап барамыз, көргіміз келеді. Сіз айтып жатқан нелердің бәрі соның ішінде берілді. Жақсы шықты кино. Жақын арада біз Төлен Әбдіктің акциясының ашылуына шақырдық. Нармахан ағалар қатысып кетті осында. Содан өзінде қойылым бердік. Өтелмеген парыз кинофильмі бойынша. Біздің ауылдың қарияларының біразы түскен онда бір қызық жері. Содан жаңағы біздің кішкентайым бала кезімізден жүрегімізде жатталып қалып керемет. Шынымен де қазіргі мынау қатыгезді жастар бойында мейірімсіздік, әке шешеге деген
міне соны сонау 80-ші жылдардың өзінде Төлен Әбдіктің әңгімесі бойынша жаңа кинофильмде қосымша жақсы жастарға ой салады деп ойлаймын. Құрметті оқырмандар, осы киноны міндетті түрде көріңіздер. Жақсы, Қосаяға, енді мынау өзіңіздің жеке тағы да өміріңізге оралсақ, сіз кезінде ер азамат ретінде отан алдында борышты өтеу дейді ғой, жігіттерге тән. Міне сол бойынша шығар, сіз өзіңіз кезінде Чернобыльде отан алдындағы борышыңызды өтеген екенсіз. Енді осы Чернобыль ардагерсіз ғой, Қосаяға. Міне осы бойынша өзіңіз де білесіз, қазір қоғамымызда кәдімгідей алаңдатарлық жағдайға барып жатыр. Мынау әсіресе қыз мінезді нәзік жігіттеріміздің көбейіп жатқанынан, мынау жаңағы армияға шақырса кішкене қашып жүріп, міне осындай әрине кемшіліктеріміз болып жатқан рас қоғамда. Міне енді сіз осы жаңа Чернобыльде болған ардагер ретінде осы біздің бүгінгі жігіттерімізге не айтар едіңіз? Тағылымы бойынша кішкене айта кетсеңіз. Чернобыль атомдық станциясындағы жарылыс Европаны дүрліктірді ғой, тек Украина емес, Европаны дүрліктірді ғой. Кезінде оның несі айтыла алған жоқ, құпиялары көп айтыла алған жоқ. Қаншақ қыздарды болғаны сол біз қазақ университетінде студент мен әскерде барамын. Университетте жүргенде қосымша не ретінде кеттіңіздер ғой, сонша запастағы офицер деймін. Бұл кезінде университетте ол кезде жастардың өте не болады, қоғамдық жұмыстарға қоғамдық сергек қарайтын, батылар болса. Сол бастама көтерілді. Чернобыль атом электр станциясында сондай жарылыс болған. Соған жер-жерден жастар көмек беруге сондай не болды, ұсыныстар жатыр, ұйымдастырылып жатыр. Қазақ университетінде осындай бір жағынан студенттерден бір отряд ұйымдастырылған. Соған еріктілер бар. Жазғы тізімдер өте көп болды, қыздар да көп болды. Біздің ересек жігіттерді әскерге барып келген, сондай оған барам берушілер жастар көп болды. Енді ол кездегі жастардың ойында қоғамдастыққа белсене араласу деген сондай бір жаңағы азаматтық жоғары болады, солай болады. Жалпы қазақ өзі мынау елде болған сондай жағдайлар болса, ел болып көтеру бұрыннан бар ғой. Біреудің қағасы, қайғы жағдай болса, бестер болса, соған көп болып көмектесетін. Біз бала кезімізде мысалы үшін асар болған. Сондай кісілерге бір үйдің бір шаруасы болатынымызды ағайын, туысы, ауыл болып жинап едім. Соның кішкентай кезімізде біздің бала кезімізден айтатын, анау көкем, ағам үйінің осылай үйін көтеріп жатыр. Немізға осында бар ма жіберетін. Осылай болады. Немізді жаңағы көршінің бір шаруасы болса дейін уже соған жәрдем беріп сондай болды ғой кішкентай. Қазақ өзі жаңағы тамағы тек болмаған ғой. Қазіргідей үйін жаңағы қоршап тастап тамағы тыйылып отыратындай болмаған ғой. Көршісіне дейін ағайынға дейін араласып отырып. Біз соны көріп өстік, мысалы бала кезде. Екі әжеміз онда сол кішкентай кезімізде сол кісінің тәрбиесін солай қалыптасты. Одан ол кезде білім беру жүйесін, тәрбие білім беру жүйесінде бір жүйелілік бар еді ғой. Баланы мысалы ана кішкентай кезінде мектепке барған октябрь қызына шоқ тағып бардым. Одан деген жаңағы
пионер болады, одан комсомол болады, оны қабылданып үшін өзінің ережесін білу керек, осындай болу керек, актерлар ондай болу керек, пионер ондай болу керек деген сияқты. Осыны бір ережені қалыптасты. Сонымен сол тәрбиені алған жастар қоғамдық істерге белсене араласады. Сол ұрпақтан тәрбиеленіп бізде сөйтіп бардық. Бұл енді сол кезде жастардың барлығы сондай ұрпақта болды негізі. Оның міндетін дейтін, елде қоғамда сондай бір жағдай болатын болса, оған жастардың араласуы, оған өзінің көңілін көрсетуі, мен азаматтық болдым деп солай қабылдайтын. Жақсы, Құсайға сізге құрметпен қараймыз. Шынымызды айтсақ, бұл өмір мен өлімнің арасындағы қиын жағдай ғой. Ол жердің зардабына, денсаулыққа тигізер зардабы да болды оның орасан. Бүгінде біздің ардагерлер азайып барады. Ұлы Отан соғысының ауғанға қатысқан жауынгер ағаларымыз бар. Одан кейін осы Чернобыль ардагерлері қазір көп қоғамда кішкене оларға қолдау көрсетіліп жатыр. Сізден біздің бүгінгі оқырмандар, жастар үлгі алсын, әрине, әсіресе жігіттер жағын сіздерден рух алсын осындай дейміз. Енді Құсайға өзіңіздің диссертацияңызды кішкене айтып қалдыңыз. Әрине, рух қайдан келеді дейміз ғой жастардың бойына. Әрине, рух өзіміздің халық ауыз әдебиетінен келеді, көзі сонда жатыр. Одан кейін қазақ әдебиеті тарихының қаншама хандық дәуір кезеңі бар. 19 ғасыр әдебиеті бар. Махамбетті айтып жатсыз, жауынгерлік рух беретін осы. Одан кейін ежелгі дәуір кезеңі бар. Ежелгі дәуір кезең десек, Орхон Енисей ескерткіштері бірінші біздің жадымызда тұрады. Себебі біздің ата жазуымыз, руна жазуымыздың барлығы осы Орхон Енисей ескерткішінде. Биікте көк тәңірі, төменде қара жер жаралғанда, екеуінің арасында адам баласы жаралған. Адам баласы үстіне ата тегім буын қаған, тістемі қаған отырып, түркі халқының ел жұртын қалыптастырған, иелік еткен. Бұл күлтегін ескерткіші жолдарынан үзінді. Осы Орхон Енисей жазбалары бойынша 2005 жылы Қажыбай Сатқожаұлы деген кереметтей түрколог ғалым танисыз, тарихшы ғалым, Моңғолиядан келген ғалым, өзі мықты ғалым бар. Міне сонымен өзіміздің кереметтей әдебиетшіміз, білгір ғалым Мырзатай Жолдасбеков, осы әсіресе ежелгі дәуір кезеңінің білгір маманы, екеуі қосыла отырып, кезінде Орхон ескерткіштерінің толық атласы деген үлкен энциклопедиялық көлемде еңбек шығарған болатын. Міне осы бойынша бүгінгі жастарымызға кішкене хабардар ете кетсеңіз. Орхон Енисей ескерткіштері оған Моңғолиядан табылған, жаңағы Енисей бойынан табылған жазбалар біздің әдебиетіміздің тарихында үшін мәні үлкен. Бұл ескерткіштер сол 18-ші ғасырдың ортасынан бастап белгілі болып та, одан бері өзінің зерттелу барысында бірнеше кезеңдерден өткізді. Алғашқы оның оқытуы үлкен жаңалық болды. Одан кейін оны аудару, ұсынылуы, түркілердің, түркі халықтарының бастауы жазба мәдениет, сондай заттары белгілі болды. Ал енді осыны мойындау кезінде қиын болды. Сол оқыды, мысалы үшін 19 ғасырдың аяғында алғашқы белгілі Момсын мен Арадыл екеуі оқып жариялады, түркілердің жазба дүниесі деп. Бұл енді әлемді дүрсіліне алып болды. Сонда қарасақ, сол 19 ғасыр аяғынан 20-шы ғасырдың кешелері 60-шы жылдарына дейін қазақ оқырмандары жалпы көпшілік бұл ескерткіштердің артын естіген болмаса сырмен толық таныса алған жоқ.
тіпті үлкен ғалымдардың өзі бұны әдеби ескерткіш ретінде түркі халықтары, қазіргі түркі халықтарының әдебиетін бастау екендігін мойындамады. Жаңағы біз айтып өткен Бейсенбай Кенжебаев сол осы мәселені көтеріп, соның ғылыми шәкірттеріне тақырып беріп, Мырзатай Жолдасбекке сөйтіп бұл ғылыми тұрғыдан зерттеп диссертациясын ғылымға айналды енді қазақша нұсқасын бұрынғы орысша аудармалардың негізінде және көне түркі жазбасының транскрипциясының негізінде қазақшаға алғаш рет түсірді. Бұл үлкен жаңалық болды. Қазақ ұлттық университетінен мысалы үшін ежелгі әдебиеттің бағдарламасы жасалып, сол оқу орнында оқытыла бастап, ал 80-ші жылдарға дейін қарасақ, сол Қазақ ұлттық университетінде 20 жыл бойы сол оқытып келгенмен басқа оқу орындарына, оқушыларына, оқулықтарға еңбек етті. Ол өзі сондай қиын жағдай болған. Бейсенбай Кенжебаев 10 жылға әдебиеттің тарихын жазды. Ол ескерткіштер одан кейін зерттеу осы Жолдасбектің аудармасымен қазақ аудармасын оқытып берді. Енді мынау еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезде осы ескерткішті жан-жақты зерттеуге үлкен назар аударды. Соның Қаржы Исақбайұлы өзі Моңғолияда ағайындардың арасын сақтап қазақтар бар. Біздің сөздер 100 мыңда қазақ бар дейді, қазір одан көп болып жатқан. Сол жерде оқыған, сол ескерткіштің мектепте жүргеннен сол ескерткіштермен танысып, соны зерттеумен айналысқан. Кейін осында өзі тарихтан, археологияға зерттеді, ол кісі диссертациясын қойып, сөйтіп сол орған ескерткіштердің кешенді түрде зерттеуді қолға алған кісі осы. Жалпы қазақ орта ескерткіштердің зерттеуінің жаңа бір кезеңін осы Қаржыбай Сатқажыда бастады деп айтуымызға болады. Жаңағы айтып отырған атласты шығарғанға дейін Орхон мұралар деп деген атаумен кітаптар шығара бастады. Бірінші жылдан шығарады, мысалы үшін 2003 жылы. Содан кейін 2005 жылы сол жаңағы Орхон үлкен атласының бірінші тобын 2005 жылы шығарды. Мырзатай Жолдасбек екеуі. Одан кейін 7-ші 11-ші томдары шығарды. Бұл 7-ші 3-ші томдарды шығарған жаздым Қаржыбай. Мәтін оқуда көптеген жаңалықтар бар бұл кісінің. Көптеген сөздерін дұрыс оқымаған сөздер мәтінді аударды бұл кісі. Одан кейін осы Орхон жазуларының, көне түркі жазуымен жазылған ескерткіштердің басқа да көптеген үлгілерін сөйтіп кешенді түрде зерттеді. Сол жаңағы Орхон жазулары жазылған жаңағы берік тастардағы жазуларды ескерткіштерге бұлашен тасқа жазылып, үлкен бір көне түркілердің ғибадат ұғымдары, қазіргі түркілердің ғибадат ететін жері нелердің мұсылмандардың мешіті сияқты, христиандардың шіркеу сияқты түркілердің мінәжат ететін жерлері болғандығын оның архитектурасын бәрін зерттеп сөйтіп жаңағы сол жазбалардың тарихпен байланысы, ежелгі түркілердің наным сенімдеріменен әдет-ғұрпымен қанша байланысы осыны жан-жақты зерттеді ол кісі осы арқасында көптеген басқа жазылған үлгілерді енді енесей бойындағы жазуларда ол кісі
Ол жөнінде де бір пікірлер айтқан, бірақ енесен деп жүргеніміз ене сай болып, ана сай, ана сай. Осыны зерттеген мысалы үшін жаңағы Қызылас сияқты ғалымдар бар. Тастардың бұлай жаппай тастаған, онда тек қана жырлар емес, не бір айтысы, ауысы, қарысы, арқа сөздері, жоқтау, не бір олар топтастырып жанрға бөліп шықпайды ол кісі. Мені орназ көстерінде осында бір жаңағы біраздан жүйелеп танымды болса, сапқа жаққа тікелей байланысты. Енді осының ізден неден диссертация жаздым. Мен орхан ескерсем жаңағы фактормен байланысты. Оны енді жетекшілік еңбегінде қалдым, Шәкәрбаев болды. Сол кісінің жаңағы университетінен ізденіп, біраз нәрсе іздендік. Сонда деректерді қарағанымызда бұл ескерткіштердің басқа факторда жатқанын айттым. Үлкен ғалымдардың ойларына, пікірлеріне, сүйенуіне. Мұхтар Әуезовтің мысалы үшін орхан ескерткіштерінде фольклор өздері бар екендігі, мұның фольклоры орысша мысалы болу мүмкіндігі жөнінде ойларын әлкей марғұланның да осыған қатысты пікірлері бар. Осыларға сүйеніп, сол фольклордың арақатынасы қандай деген мәселеге түркі мифтерменен ежелгі ежелдің келе жатқан батырлық жырларменен танымызды шағын кішігірім байланысына байланысы бар. Фольклорын сипаттап ашуға саласында іздедім. Ол біздің көмектік жазуларының ой орындары сөздіктер біздің фольклорымызда сақталғанына көзіміз жетті. Соны еңбегімізді көрсетіп өтті. Жақсы, Қосай аға. Оқырмандарымызға айта кетейік. Қосай ағайымыздың бұл археология ескерткіштеріне диссертациялық еңбегінен басқа әдебиет тарихы, қазақ әдебиетінің тарихының кезеңдеріне арналған ежелгі дәуір әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті және 19 ғасыр әдебиеті деген оқулықтардың да авторы. Құрметті оқырмандар, осымен таныссаңыздар болады. Енді Қосай ағамна бізге берілген уақытта бітуге таяп келеді. Мынау абай айтады ғой, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге дейді. Сіздің осындай үлкен ғалымдардан алған тағылымыңыз бар, одан бөлек өзіңіздің оқыған толғамдарыңыз бар. Талмайына шәкірттеріңізге, студенттерге, жастарға бере беруге тілектеспіз. Жалпы уақыт бөліп келгеніңізге де көп рахмет айтамыз. Кішкене жол-жарды бір-екі ауыз сөз айтып берсеңіз оқырмандарыңызға өзіңіздің. Рахмет, Ғадыра. Шақырып оқырмандарменен жүздесуге шақырғандарыңа рахмет. Жалпы кітапханада осы отырғанымыз өзі кітап өзім айтқандай танымның бастауы. Кітапханада оқырмандарымыз көп бола берсін. Аллаһымыз осы жастардың сақталуына, қалыптасуына игі қызметін атқара берсін жастарымызға, оқырмандарымызға. Қатысып тыңдап отырғандарға рахмет айтамын. Енді бір жемісі болсын. Бұның білім саласында ізденіп жүрген жастардың жетістіктерге жете беруіне тілектеспін. Рахмет, Қосай аға. Құрметті оқырмандар, бүгін тағы да біздің Жүрекпен Қосай айдарында рухани уыз тақырыбымен болған сұхбатымыздың қонағы белгілі ғалым, филология ғылымдарының кандидаты Қосай Алтынбек ағамыз сіздермен бүгін
біраз танымдық материалдар берді сұхбатымызда. Ол Қосаяға тағы да рахмет айтамыз. Қош сау болып тұрыңыз. Амандықта кездесе берейік өзіңізбен.